Мәтінді аудиоға айналдыру. Мәтінді аудиоға айналдыру үшін Eleven Labs деген осы бізде приложение керек. Осыған кіреміз. Сосын осыған кіргеннен кейін настройкасында қазақшаны аудару алу үшін аудиоға мына Eleven V3 дегенді алу керек. Сосын мына жерде River, Brain деген сияқты мына жерде адамның аттары бар. Our distrust is very God has given you one face. Nature is immutable. Friends show their love in times of trouble. Friends show their love in time. Мына жерге бүгін жұмыстамын деп жазайық. Бұл жерде деген қосылып кеткен. Бүгін жұмыстамын. Бұл жерде. Деп осылай аудара алады аудиоға. Және де бұл платформа айына бір лимиті бар. Сондай мәтінді, сондай сөзді аудара алады. Және де басқа аккаунтпен кіріп тағы да өзгертіп аудара берсеңіз болады.